иә. Сәлем алтындарым, қалдарыңыз жақсы ма? Көп уақыт алмаймын, көп сөйлеп сызбаймын, әдептен озбаймын дейді. Баяндарымыз айтпақшы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі эфир кімдерге арналады? Саналы түрде жүктілікті жоспарлап жүрген жұптарға арналады. Бала көтеруге ниет етіп жүрген жұптарға арналады. Одай қатарға енбесеңіздер, таныстарыңызға, жақындарыңызға бөлісіп қойсаңыздар болады. Осы эфирлермен сақтап қоямын, парақшамда салынып тұрады. Мынандай өзімнің папкам бар. Ай күнтізбесі бойынша жүремін өзім. Сол бойынша жоспарлаймын. Мына жерге жазып қойдым. Міне биылғы 2026 жылға. Мен бұл жылды бақылап емес, сезініп өтемін. Ай күнтізбесі бағыт, жүрек компас деп. Бағыт бағдар беруге адамға жақсы. Себебі бізде мынау ай планетасы, өздеріңіз білесіздер ғой, жаңадан туады, өседі, толады, одан кемейді, қайтадан жаңадан туады, сөйтіп өзінің циклын жүріп өтеді. Ол 28 күн болады бір айда, келесі айда 29 күн, бір айда 30, жоқ 28 емес, қателесіп кеттім, 29, бір айда 30 болып, сондай цикл жабылып тұрады да, жаңадан басталып тұрады. Енді осы ай циклы мына мұхиттардағы прилив, отливтарды управлять етіп отырады екен. Сонда біз адам баласы мынау 70-80% судан тұрғандықтан біз бір копейка, мынандай копейка деген жатырмын. Каплямыз ғой, енді былайынша айтқанда, мұхитқа тамызған бір тамшы су сияқтымыз. Сондықтан біз әйел адамдар, бұл жерге ер адамдарды айтып жатқан жоқпын, әйел адамдар біз полностью толығымен осы ай энергиясымен байланыстамыз. Сондықтан біздің мынау циклдарымыз бар, өзіміздің фазаларымыз бар, әсер етеді соның бәріне. Женский организм толықтай сол ай планетасымен байланысты. Сондықтан жүктілікті жоспарлау мақсатында сіздер осы ай күнтізбесіне жүгінсеңіздер болады. Менің айтып жүргенім осы әрбір күн энергиясының келеді, міне белгілі уақытта сол энергия өтіп кетеді. Келесі энергия келеді, осылай толқын, өзі бір энергетикалық толқындар өтіп жатыр. Бізге көзге көрінбейтін, әр күннің өзіне тән энергиясы болады. Сол энергия бізге, көңіл күйімізге, біздің белсенділігімізге, шабытымыздың ашылуына деген сияқты әртүрлі бағыттарға әсерін береді. Енді 100% болмаса да, белгілі бір мөлшерде әсер етеді адамзатқа. Полнолуния болғанда бәрі қосып кететін, содан агрессивті энергия күшейе бастайды. Адамның бойында конфликтный ситуациялар көп болады полнолунияда. Адамның ұйқысы қашып ұйықтай алмайды ай толған кезде. Деген сияқты наным сенімдер, ырымдар, айға қатысты. Біздің көне ғылымдарда жаңағындай запретное знание болған ғой, бұл жаңағындай көп адамға беріле бермеген ақпарат болған, кейін дамып келе жатыр. Енді бізде бұл қазақ халқында бұрыннан бар, бірақ айға қарап уақытты білген, жаңағы болжам жасап отырған ата-бабаларымыз. Құранда да жазылған, осы ай мен күнді сендерге уақытты біліп, бәрін межелеп, өлшеп отырсын деп жараттым деп. Сондықтан да бізге осы берілген мағлұматты неге қолданбасқа. Енді оны әркім өзінің таңдауы, менің міндетім айтып өту. Мен айтып жатқан ақпараттардың барлығында уақытты айтамын. Ол уақыттың барлығы Алматы уақыты бойынша айтылады. Міне, мынандай мінекей кітабым бар, мінекей. Осы жердегі ақпаратты айтам сіздерге. Қазір мен сіздерге міне 11 тамыз 26 жылдың осы күнде 28 ай тәулігі екен. Міне, ай тәулігі уже аяқталып келатыр, ай тәулігі. Бұның уақыты Алматы уақыты бойынша сағат таңғы 3:36. Уже таң басталады осы уақыттарда.
таңғы 3:36-да кіреді осы энергия. Сосын сәрсенбінің сәтті күні, яғни 12 тамыз күні таңғы 4:58-де бұл энергия аяқталады. Уже келесі энергия басталады. Энергия деген ұғымды сіздер түсінеді деп ойлаймын. Барлығы энергиядан тұрады. Әлемдегі заттың да барлығы энергиядан тұрады. Энергия ол ағыс, кәдімгі су сияқты. Бірақ бізге көрінбейді. Мысалы, Wi-Fi толқындары, сөз энергиясы, ой энергиясы, мына жүрегімізден шығып атқан дүрсілдің де вибрациясы бар. Біз бірақ оны көзбен көрмейміз. Сол сияқты осы 28 ай тәулігі құрсаққа бітетін балаға қалай әсер етеді екен. Сол туралы мәліметті сіздерге оқып беремін. Енді айта келе жаттап алатын шығармын. Бірақ нақтырақ болсын деп мен оқимын да бұны. Кейбір жерін мен мысалы қосып айтып кетуі мүмкін, болмаса тастап кетуі мүмкін. Сондықтан мағлұмат нақтырақ болу үшін берілген мәліметті оқып өткенді жөн көремін. Одан кейін эфирдің астына салып қоямын сол сыйғанынша айтылған ақпаратты. Түсініксіз болса сұрасаңыздар болады, қысылмай түсіндіріп беремін, ерінбей түсіндіремін. Жақсы көремін, өйткені 2014 жылдан бері осы мәліметтермен жұмыс істеп келе жатырмын. Міне, қазір 2026, біраз жыл болып қалды. Кеттік ондай болса, 28 ай тәулігі бала көтеру. Бүгін бала көтеру үшін өте қолайлы уақыт деп есептеледі. Себебі бұл күні құрсаққа біткен баланың тағдыры бақытты, ал өмірі берекелі болады деген түсінік бар. Маған ұнайды бұл 28 ай тәулігі. Өте энергиясы сондай жұмсақ, өте әдемі. Мұндай адамдар көбіне бизнесте өте табысты болып, мансабы да жақсы қалыптасады. Сәттілік өмірінің ажырамас серігіне айналады деп сипатталады. Кейде айналасындағылар олардың қандай да бір жетістікке жету үшін ештеңе істемейтінін, ешқандай күш жұмсамайтынын ойлауы мүмкін. Бірақ әрине бұл олай емес. Өйткені олардың сырт көзге жеңіл көрінетін өмірінің артында табандылықпен жасалған еңбек пен сүйікті ісіне деген толық берілгендік тұрады. 28 ай тәулігінде құрсаққа біткен адамдардың көпшілігі кейіннен өзгелердің тағдырына ықпал ете алатын, беделі мен билігі жоғары тұлғаларға айналады деген түсінік бар. Олардың ықпалы өте күшті болуы мүмкін. Соған қарамастан мұндай адамдардың мінезі жеңіл әрі тіл табысқыш болады деп сипатталады. Қаталдық пен талапшылдық олардың бойында мейірімділік пен әділдікпен қатар үйлесім табады. Олар сирек ашуға беріледі, ал өз наразылығын көпшілік алдында одан да сирек көрсетеді. Бөтен адамдардың көзінше өзін іс жүзінде ешқашан ұстай алмай қалмайды, өйткені сөздері мен әрекеттерін жақсы бақылай біледі. Өйткені ашу мен жек көрушілік әлсіздіктің белгісі. Ал бұл күні дүниеге келген, яғни құрсағына біткен адамдар, осы күні әлсіздікке ең соңғы кезекте бой алдырады деген түсінік бар. Яғни сондай өте мықты адамдар бітеді екен. Осы күні құрсаққа бала бітсе, бұл адамдардың бойында осындай қасиеттер болады деп болжанып отыр. Яғни бағыт-бағдар беріп отыр бізге. Сонда бұл бізде 11 тамыз күні. Яғни сізде өзіңіздің қай уақытта, қай жерде туылғаныңызды нақты білсеңіз, сіздің де мына ай планетасының қай тәулікте болғандығын, сол арқылы сіздің де бойыңыздағы ашылмай жүрген таланттарды, қабілеттерді, әлсіз және мықты тұстарыңызды біліп, сізге бағыт-бағдар беруге болады. Егер қызық болса, жазыңыз, туған күніңізді, ай жылыңызды, қай жерде, қай уақытта туылдыңыз. Соған қарай оны анықтауға болады. Мысалы, сізде белгілі бір күнде құрсаққа біттіңіз ғой. Сосын белгілі бір уақыттан кейін дүниеге келдіңіз. Енді біткен күніңізді бір қызық айтайын сіздерге. Мынау
дүниеге келген ай тәулігі мен құрсаққа біткен кездегі ай тәулігі бір-біріне тең болады екен. Ғанибет, жаңа сіздікін анықтасақ, мысалы уақытпен, уақытын білу керек. Көп адам уақытын білмейді, дүниеге келгендегі уақытын. Сонда қандай ай тәулігі кезінде дүниеге келдіңіз, тура сол ай тәулігінде сіз анаңыздың құрсағына біткен болады екенсіз. Міне, ғанибет деп, ғажап деп ойлаймын мен өзімше. Мен мысалы 22-ші ай тәулігінде дүниеге келіппін. Сонда белгілі бір есептеулер арқылы білгенімде, мен дәл сол уақытта құрсаққа біткен екенмін анамның. Соның сипаттамаларын оқысам, белгілерінің бәрі бар бойымда. Сондықтан да енді мен ылғи айтам, закон Пареттоны ұстану керек. Бір нәрсеге 100% сеніп алып, соны ойбай осы болады, басқа болмайды деген нәрсе жоқ. 20-да 80, 50-де 50, 60-да 40. Мысалы 80% сенсеңіз, 20% күдікке орын қалдырасыз. Болмаса, жай әшейін енді жеңіл қабылдау керек та, жеңіл қабылдау керек. Сонда бұлардың барлығы бізге қол бұлғап қояйын менің алтындарыма. Құдайға тәуба. Оқып, білім алып, психологияны оқып, магистратураны, өзім бакалавр химикпін. Одан магистратура психологияны оқыдым. Өзімді тану, өзімді зерттеу мақсатында білім алып жүргеннен кейін магистратураны психология бағытында оқып алуға ниет етіп, дипломымды алып, кәдімгі магистрмын, психологпын. Сондықтан да біраз адамдарға көмектесіп жүрген жайым бар. Осы орайда тамаша сәтті пайдаланып, мынандай бір керемет кружкам бар менің. Міне, осы жерде дұға жазылған. Осындай заказға кружкалар жасатсаңыздар болады маған. Оны қалай жасаймыз? Ол әркімге жеке-жеке жасалынады. Мысалы, сіздің туған күн ай жылыңыз арқылы мен сіздің бойыңыздағы қасиеттеріңізді ескере отырып, болмаса сіздің сұранысыңызға сай жазып берем. Мысалы, менде мына жерде былай жазылып тұр. Алла разылығы үшін мен су ішемін, мен өзімді жақсы көремін дейді. Яғни мен өзімді жақсы көргім келді да, өзімді жақсы көру үшін осындай сөз жазып қойып, күнде кешке жатарда су ішкенде айтып жүрдім. Алғашында ұрттап, қазір су ішкен сайын айтам. Мына судың информацияны бойына сіңіру қасиеті бар ғой. Сондықтан мен химик ретінде айтып отырмын. Ақпаратты жақсы сіңіріп алады су. Сондықтан мысалы экзаменге дайындалсаңыз да, алдыңызға бір су қойып, оқып отырып, соны ішсеңіз, ақпаратты су сіңіріп алады да, ол сіздің бойыңызға сіңіп кетеді. Енді келіп жатқан ақпараттарды мынандай инсайтпен келеді маған мәліметтер, кейде бір ашылып сөйлеп кететінім бар. Сол кездерде біраз ақпарат беремін. Еш нәрсеге алдын ала дайындалмаймын. Инсайтпен келген ақпаратпен бөлісемін. Мына жерде міне осылай жаздым. Мында армандарды орындайтын дұғамды жазып қойдым. Аллаға тапсырамын деп. Сол сияқты сіздің де запросыңыз қандай? Сол запросқа сәйкес, мысалы, бала көтере алмай жүрсеңіз, Құраннан алынған пайғамбарларымыздың дұғалары бар, мықты. Сол дұғаларды жазу арқылы соны оқып отырып, ниет етіп су ішіп, сізде өзіңіздің ниетіңізді қалыптастырсаңыз болады. Бұның барлығы енді дәлелденген, дәлелденбеген білмеймін, бірақ жұмыс жасайтынын білем. Өзім зерттеп, өзіме жасап, тәжірибе ретінде. Өзім бастан өткеріп, бойымнан энергетикалық өткергеннен кейін барып, бөлісіп айтып отырмын. Осындай кружка жасатам десеңіздер, тоже жазыңыздар. Сіздердің сұраныстарыңызға сай жасап, мейірім, махаббатпен осылай сыйлаймын. Жақсы, аман болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.